Келесі 146 есептің біріншісі. 8 метр 10 метрдің неше проценті? 10 метрді 100% дейік. Ал 8 метрді x пайыз дейміз. Осы жерден x тауып алатын болса, x-тен 100 көбейтілген 8 бөлінген 10 тең 0 мен 0-ді қысқартып жібереміз, сонда 80-ге тең болады екен. Яғни 80% болады екен. Келесі екіншісі 19 килограмм 100 килограмның неше проценті? 100 килограммды 100% дейміз. Ал 19 килограммды x пайыз дейміз. X-тен 19-ды көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 100-ге. Сонда 100 бен 100 қысқарып кетеді де 19% болады екен. Келесі 147 есебіміз. Қарбыз массасының 98-і су. 5 килограмм қарбызда қанша су бар дейді. Енді 5 килограммды 100% дейміз де. Ал x килограммды 98% дейміз. Енді осы жерден x тауып көреміз. X-тен 98 бен 5-ті көбейтіп 100-ге бөледі екенбіз. Тең. Сонда қысқартып жіберетін болсақ, 20 болады. 98-ді 20-ға бөлетін болсақ, 4,9 килограмм болады екен. Келесі екіншісі. Кептердің ұшу жылдамдығы шамамен 17 метр секунд. Ал қарғаның ұшу жылдамдығы кептердің ұшу жылдамдығының 90%-на тең. Қарғаның ұшу жылдамдығын табыңыз деді. Яғни 17 метр секунд, оны біз 100% деп аламыз да. Ал 90%-ды x деп белгілейміз. Яғни пайыздың астына пайыз түседі. X-тен 17-ні көбейтеміз 90-ға, бөлеміз 100-ге. 0 мен 0-ді қысқартып жіберейік. Көбейтетін болсақ, 15,3 метр секундқа тең болады екен. Келесі үшіншісі. АОБ бұрышының градустық өлшемі жасыңғы бұрыштың 65%-на тең. АО бұрышының градустық өлшемі неше градус дейді. Яғни жазыңқы бұрыш деген ол бізде 180 градус, 180 градусты 100% дейміз де. Пайыздың астына пайыз түсіретін болсақ, 65% x деп белгілей аламыз. X тең 180-ді көбейтеміз 65-ге, бөлеміз 100-ге. Тең қысқарып кетеді. Көбейтіп бөлетін болсақ, 117 градусқа тең болады екен. Келесі 148 есебіміз. Саяхатшылар түске дейін 64 километр қашықтыққа барды. Бұл жүруге тиісті межелеген қашықтықтың 20%-дай. Саяхатшылар неше километр қашықтықты жүруді межелеген еді. Яғни 64 километр жүрді, ол бізде 20%. Бізде барлығы белгісіз, яғни x 100% белгісіз. Осы жерден x тауып аламыз. X-тен 64-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 20-ға. Тең қысқартып жіберетін болсақ, 5 болады. Көбейтетін болсақ, 320 километр болады екен. Бұл бізде біріншісі. Енді екіншісін шығарайық. Бір аптада балықшылар 160,15 центнер балық аулады. Бұл олардың бір айда аулауға тиісті балықтар массасының 30%-дай. Балықшылар бір айда неше центнер балық аулауға тиіс дейді. Яғни барлығы белгісіз.
бізде 160,5 центнер, ол бізде 30% екен. Яғни x 100% белгісіз. X табайық. X-тен 160,5 көбейтілген 100 бөлінген 30 тең. Жауабы бізде 535 центнерге тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Қиярды тұздау үшін 250 кг тұз салынды. Бұл барлық тұздалған қияр массасының 8%-дай. Барлық тұздалған қияр массасы неше килограмм және грамм? Яғни жауабын килограмм және грамммен алуымыз керек. Сонда 250 грамм бізде 8%, 100% белгісі де бізде, яғни барлығы. X-тен 250-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 8-ге тең. Қысқартып жіберетін болсақ, бізде 3125 грамм. Енді осыны килограммен алатын болсақ, 3 килограмм 125 граммға тең екен.